Жемістер патшалығындағы достық ертегісі. Баяғыда бір бағбанның бағында әр түрлі жемістер өмір сүріпті. Олар алма, алмұрт, өрік, жүзім және шие. Әрқайсысы өзін ең тәтті, ең керемет деп ойлап, бір-бірімен жиі таласа беретін. Бір күні бағбан оларды жинап алып, сендер әр түрлісіңдер, бірақ бәрің де адамға пайдалысыңдар. Бірлігің болса ғана дастарханға сән бересіңдер дейді. Сол кезде жүзім күлімдеп, иә, мен жалғыз болсам да дәмім, бірақ алмамен бірге салатта қандай тамаша боламын депті. Алма мен алмұрт келісіп, біз біріккенде ғана нағыз молшылық болады дейді. Міне содан бастап жемістердің арасындағы достық үзілмеген екен.